Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын мясной пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Кері құрамның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Алдымен бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қаймағымызды, тұзымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Холодильниктен шыққан майымызды алып өткіштен өткізіп, песочный тесто дайындайтын боламыз. Осылайынан қолдарыңызбен үгітіп, крошка дайындайтын боламыз. Жақсылап үгітіп алғаннан кейін, үстіне бағана етілген қаймағымыз бен жұмыртқамызды үстіне құйып, қамыр илейтін боламыз. Өте жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қолымызға кішкене жабыстыратын болады. Оны салмаңыздар. Осылайынан алып, салфанға салып, жарты сағатқа морозилке салып қоятын боламыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Мұнда менде тартылған фарш сиыр еті, 1 картопты алатын боламыз, 2 пияз қолданамыз. Егер үлкен болса, пияздыңыздан 1 қолдансаңыздар болады. Картошкаларымызды өте ұсақ қылып төрпіштеп турайтын боламыз. Пиязымызды өте ұсақ қылып төрпіштеп турайтын боламыз. Пиязымызды көп салсаңыздар, салмасы дәмді болады. Ең бастысы пияз бен картошканы өте ұсақ қылып тураңыздар. Дәміне қарай қара бұрышын, тұзын салатын боламыз. Қамырымызды морозилктен алып шықтық. Менде қамыр 20 минут тұрды морозилкте. Енді қамырымызды 2-ге бөлетін боламыз. Біреуін үсті жағын алып қаламыз, кішкентай жағын. Қамырымызға ұнымыз сеуіп, оқтамен жаятын боламыз. Өте жұқа емес, өте қалың емес, орташа қамырымызды жаямыз. Мен осындай формаға пісіретін боламын. Егер де сізде бұндай форма жоқ болса, сіздер духовканың листіне салып пісірсеңіздер болады. Осылай жанаттарына жақсылап қамырымызды жөндеп жасап алатын боламыз. Екінші қамырымызды өте жұқа емес, өте жіңішке емес, орташа оқтамызбен жаятын боламыз. Салмасын салып алдық. Енді менде осындай форма бар. Сонымен орта жағын кесетін болам. Егер де сіздерде бұндай форма жоқ болса, сіздер пышақпен кессеңіздер болады. Әдемі қылып осылайынан тура ортасына қоятын боламыз. Шет-шеттерін барлығын жапсырып, менде біраз қамыр артылып қалды. Шетінен алынған оқтамен жайып алдым. Осылайынан 2-ге бөліп, лағманнан созғандай қылып томалақтап аламыз да, бір-біріне жалға бөріп, шетіне қойып шығатын боламыз. Егер де сіздерде осындай форма болса, шеттеріне әдемілеп гүл жасауға болады. Енді бұндай гүл жасау міндетті емес. Гүлдеріміз өте әдемі, оңай алынатын болады. Барлық гүлдерімізді қойып шыққаннан кейін жұмыртқамыздың сарысын бетіне жағып, қызып тұрған духовкада 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Духовкада 40-45 минут пісетін болады. Осы беті қызарған кезде духовкамызды өшіретін боламыз. Алып, біраз суытып аламыз. Одан кейін осылай формамыздан өте оңай тез алынатын болады. Мясной пирогымыз өте күшті болып шықты. Қамыры песочный болып, дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецептер болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.